Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Біз дезинфекция жұмысын жүргізіп жатырмыз. Қандалаға осындай дивандарда қандала бар. Бұл менің жақсы жері. Дивандардың жақсы жері ашылады. Барлық жерге толықтай доступ бар. Диванның бәрі толық шашылады. Доступ бар кезде оған барлық жерге бәрі тиеді да, қандаланы жоюға жақсы көмегі бар. Бұл пәтерді шілде айында рет әрлегенбіз. Бір рет әрлеген, өте көп болған, плинтустарда болған, оның бәрін краскілеп болған қазір. Плинтустарда болған. Қазір сол плинтустың бәрін краскілеп тастағанда ода қалмай қалған. Іздері көрінбейді. Енді осы 1-2 күннен бері қандала шаға бастаған. Бір штугын көрдік дейді. Содан біздің бетпердеміз типа маска киіп екеу, және респиратор кию керек, негізі мынау болмаса. Респиратор болмаған жағдайда мынаны киген жақсы, өйткені бәрі бетке тисе біздің кожамыз ашиды. Сосын пердені мені кидік, масканы. Және ішінен 2 қабат респиратор кидік. Сонымен осы квартираны толық дәрілеп шығамыз. Біздің YouTube каналымызда толық ақпараттар бар. Қандала жайында қалай дәрілеп жатырмыз, немен дәрілеп жатырмыз, барлық ақпараттар бар. Және түрлі комментарийлер да бар. Біреу ыстық су шашқан, уксуспен дәрілегендер бар. Негізі олай дұрыс емес. Уксуспен дәріленбейді. Ыстық сумен дәріленбейді. Азелит дейді, тағы да түрлі. Қазір енді ол үлкен бизнес болып кетті. Қандала деген қандаланың суреті бардың бәріне адамдар сеніп алып, сонымен зардап шегіп жатады. Оған ақша төлейді, оны кетіре алмаған соң қайтадан бәрібір дезинфекция шақыру керек болады. Дезинфекцияға тағы да ақша төленеді. Сол үшін бірден дезинфекция маманына хабарласқаныңыз дұрыс. Егер үйіңізге бір алыс жерде тұрасыз, дезинфекция маманы бармайтын жағдайда ғана солай шақырсаңыз, өзіңіз дәрілесеңіз болады. Онда да қауіпсіз дәрілер бар, иісі жоқ, сондай дәрі пайдаланасыздар. Ал менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ұсыныстарыңыз болса, түсініксіз әңгімелер болса, маған WhatsApp нөміріме жазыңыздар. WhatsApp нөмірім менде профильде бар.